Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен өте дәмді ауызда еритін пицца дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: 200 грамм су, чайная ложка дрожь, 1 жұмыртқа, 2 ас қасық құмшекер, 4 ас қасық сары май, шым-шым тұз және керегінше ұн қажет. Бізде 2 пиццаның қамыры шығады осы рецептпен. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып аламыз. Одан соң жұмыртқамызды саламыз. Оның үстінен құмшекерімізді саламыз. Дрожжымызды салып, тұзымызды және майымызды құямыз. Содан соң жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болған соң үстінен ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Суымыз міндетті түрде жылы болуы қажет. Осылай жұмсақ қамыр жасап, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөліп, домалақ етіп осылай жаямыз. Жайып болған қамырымызды қызып тұрған пеште 220 градуста 3-4 минут пісіріп аламыз. Бізде осылай болып пицца қызарып піскеннен соң кетчубымызды, үстінен майонезімізді салып, қамырымызға жағып шығамыз. Менің видеоларыма лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте жұмсақ қамыр және өте дәмді пицца болып шығады. Одан соң үстіне огурцымызды қойып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі заттарды қойып пісірсеңіздер болады. Соң үстінен помидорымызды орналастырып шығамыз. Любой смайлікпен бағасын беріп кетіңіздер. Күнде жаңа рецепт менің каналымда. Одан соң майонезімізді үстінен кетчубымызды сеуіп шығамыз. Колбасаларымызды орналастырамыз. Барлық колбасаларымызды орналастырып болғаннан соң теркіден өткізілген сырымызды барлық жеріне сеуіп шығамыз. Одан соң пешімізде тек үстін ғана қойып, қыздырып, пиццамызды салып аламыз. Сырымыз осылай ерігенше. Осымен біздің пиццамыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.